Ассалаумағалейкум Асеке. Мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім жалпы. Уалейкум ассалам. Иә? Менің бір дос балам бар. Осы Алматыға келген жақында. Сөйтіп бір бизнес тренингке қатысқан. бір айлық болатын тренинг қой, яғни. Соған қатыстым дейді. Бірақ оған ұзақ қатыспап негізін. Айтсам бір 10 күндей болдым. Одан шыдай алмай кетіп қалдым дейді да. Сөйтіп сұрасам, мен курс что там не болып қатысқандар бар ма, нәтиже алғандар бар ма десем, бір 10 шақты адам нәтиже алған, бір 30 шақты адам кері қайтып кеткен дейді да. Жалпы сол курсқа қатысқандардың барлығы табыс болып кете ма? Жалпы осы курс жайлы айтсаңыз, бір бизнес тренинг жайлы бір ойыңызды айтып жіберсеңіз, бір ақыл кеңесіңізді. Негізі о бала жасы нешеде? Жасы бір 16-17 шамасында бала ғой. 16-17-де. Біріншіден о баланың қолын алу керек негізі. Ол 16-17 жасында сондай нәрсеге тәуекел етіп, келіп, қай қаладан келді? Ақтау, Бейнеу жақтан ғой. Ақтаудан, Маңғыстау ғой, Бейнеу Маңғыстау емес па? Иә. О бала молодец бірінші жағынан. Дұрыс, енді жас бала дұрыс, не істейді енді? О бала негізінде ең бірінші көрген кезде тренинг, бір ай бойы тренингке қатысты дейсің ба сонда? Иә, бір ай бойы немесе жаңағыдай 10 күнге қатысты дедің. Енді курс шығар енді тренингте отқан. Курсқа қатысқан, бизнес жайлы, мен білуімше. Бірақ сенің бірінші сұрағыңды мен жауап беретінім, сен тауып кете ала ма деп жатсың. Ең бірінші, бірінші нәрсе, адам қай жерде де, қай елде де, жалпы қай ортада деп айтайыншы, қандай сала, қандай аудитория, қандай ортада болсын, адам ақылды болу керек. Ал ақылды деген сөз ол қайдан шығады? Кім адам ақылды, кім адам ақылсыз деген сұрақ туады. Негізінде адамның негізі туылған кезде бала адам ақылсыз болып туылады. Көп нәрсені білмейді, көп нәрсені ақ пен қараны ажырата алмайды. Бірақ адамды ақылды қылатын нәрсе ол айналаны зерттеу, аналитика жасау. Кім қандай, не нәрсе істеуге болады, не нәрсе істеуге болмайды. Айналаны көзіңмен көріп, құлағыңмен естіп, содан шешім қабылдап, айналаны зерттеу. Мәселе ақылдылық деген сол адамдарға айтылатын нәрсе. Сен мысалы, допустим, сен дейтін. Мысалы, жаңағы Ақтаудан келдің, жасың 16-17-де. Бизнес тренинг көріп қалдың. Не үшін көріп қалдың да келе салдың мұнда? Расход жасадың. Біріншіден мен не үшін ол баланың қолын алу керек дедім? Мен оның тек қана несіне, оның ержүректігіне және тәуекелділігіне мен қол алу керек деп айттым. Бірақ менің айтатыным, жасы 16-17-де болса да, ол адам. Ол зерттеу керек бірінші. Себебі кішкентай баланың өзі ненің жақсы, ненің жаман екенін түсіне бастайды. 11, 12, 13, 14 жастан бастап. Бізде қазір мынандай стереотип қалыптасқанда, жасы 17-18 ол бала дейді да көбісі. Көп нәрсені білмеу мүмкін. Көп нәрсе уақыттың үйренуімен келеді. Но адам 12-13 жасында адамдар үйрене бере керек. Мына өмірге айналаңа сен. Потому что саған любой жерде гарантия жоқ, саған құшақ жайып қарсы алады. Саған жаңа бір видео бар ғой. Самолетта бір жігіт отырады, бір кісі. Сөйтеді, самолеттің шетінде терезеде отырады да, сол кезде бір әйел келіп айтады: "Орнымен ауысасың ба?" дейді. Самолетта менің қызым дейді, терезеден қарап отқан жақсы көретін дейді. Сонда ана жігіт айтады: "Егер қызыңа айтып қой" дейді да, "өмір ондай емес" дейді да, постоянно қалағаның бола бермейді, үйрене берсін дейді. Сол айтқанда сенің постоянно қалағаның бола бермейді. Соған адам өмірге дайын болу керек, үйрену керек. Ол не деген сөз? Ол шустрый болу керек деген сөз. Қашан шустрый боласың сен? Қашан ақылды боласың? Шустрый ол андай слишком шустрыйлар бар да, өздерінше өзін ақылды санап, басқаларды ақымақ санап шустрый етіп, нәтижесінде оның шустрыйшылығы өзіне қарсы шығып, чрезмерно шектен шығып, нәтижесінде ол құриды да. Ал нағыз шустрый ол жақсы пайдалы нәрсе, ол адам ақылды болу керек. Любой нәрседе бар. Ақылды болған ол өте маңызды. Самый маңызды нәрсе ол мудрый, хикмет. Арабша айтқанда, хикма дейді. Удобный, мысалы, жақсы мұндай, удобный қалай қазақша? Ыңғайлы. Өзіңе айналаңда ыңғайлы қылып көрсете білу. Өзіңді көрсету және өзіңе айналадағыларды удобный қылу. Мәселе осы, ортадағы келісім. Солай ғана ола тұра сен аналитика жасап, әркімнің көңілін тауып дегенде әркімнің артына кіріп, ойбай, аға, көк емес. Барлығы чрезмен
шегімен ба қалай? Шектен шықпай, дұрыс. Мен айтатыным соған дайын болу керек. Ол жасы 17-де ол келді уже, Алматыға келді. Жарайды, ол қателігі, бірақ солай үйренеді. Бірақ үйрену үшін қаншама ақша, қаншама уақыт кетеді, қаншама. Оның бәрі ақша. Бір рет келе алуы мүмкін, енді ол келе алмауы мүмкін. Сол үшін де оған абайлап басу керек еді. Енді кімге келді, анаған келді, мынау. Қазір сайрағанның бәрі инфобизнесмен. Мен бір таңғалатыным, инфобизнесті істеген адамдар сату керек еді негізі. Қазір Россиядан үйренді, Америкадан үйренсе де жарайды, бір жыл ғой. Орыстардан, потому что ол ағылшын тілін түсінбейтін адамдар орыстардан үйренеді, орыстар Америкадан алады, батыстан алады ағылшынды. Олар даже ағылшын тілін де білмейді. Енді мен айтқан жоқпын, инфобизнесмен болу үшін обязательно ағылшын тілін білу керек екен деп. Бірақ сен егер инфобизнесмен болсаң, олар мысалы орыстардан алады, кезінде солай болды, алады, копировать етеді, түсіре салады болды. Сен оның ар жақ бер жағын біледі, нәтижесінде ол көптеген шығынға ұшыратады. 2-3 ай, 3-4 рет продажа болады. Содан кейін жабылады. Білесің ба неге? Неге? Потому что ол адамдар таусылды, бітті оған адамдар. Алданып, халықты алдап біттіңдер деген сөз бар ғой, қазақта айтады ғой бәрі. Сендер уже Каспиймен рассрочканы бердіңдер, курстарын саттыңдар, пихать еттіңдер, 100 адам шақырдыңдар, 5 адам соған нәтиже ұтады, 95 адам қаңғып кетеді, косяк, может, ар жағы Алла сақтасын, косякқа кіріп, жағдайлар. В общем, ойбай, ана миллион айналып келіп, сол 5 адамды, 6 адамды айта береді 100 адамның арасынан. Сосын олар 95 адам, біздер енді бұлай неге ақша таппадық, сіздер күнәлісіңдер. Сіздер мен сияқты істемедіңдер. Яғни мұғалім сияқты, наставник, спикер сияқты істемедіңдер деп айтады. Сол кезде ана ойланып қалады, кінәсін аударылады. Келісімге қол қойылған барлығы, ол жерде ешқандай ешнәрсе істей алмайды, бұл халықтың білімсіздігін пайдалану. Бұл да бір сатудың бір түрі. Бір жағынан мақтауға болады, адамгершілік жағынан айтқан кезде оны мақтауға болмайды. Сату жағынан, бизнес жағынан айтсаң, олар ақылды, олар умный деп айтқан, ол шустрый. Ол соғуға болады ондай адамдарға. Бірақ адамгершілік жағынан айтсаң, екі жағы да бар енді дейсің. Таяқтың жақсы жағы да бар дейді. Сол айтқандай, көргендей, адамдар алданады. Мен айтайын, әрине, бәрі, 100 адамның бәрі байып кетпейді. Ол түсінікті, оның ішінде әртүрлі адамдар бар. Кінә екі жақтан да бар. Кейде адамдар дұрыс сабақ бере алмайды. Мектептегідей ғой, оқимын деп келген балаға оқытам деген мұғалім жоқ. Жақсы оқытатын адамға, мұғалімге тыңдайтын оқушы жоқ. Сол сияқты өмірде барлық нәрсе кете береді. Бір-біріне келіспейді. Сол қашан сол екеуі бір-біріне келеді, сол кезде проект шығады. Сол кезде өнім пайда болады. Екі нәрсе ғой, жаңа плюс пен минус келмейді. Жаңа плюс пен плюс келіп қалады. Плюс пен енді бұл не, мысалы келмейтін сияқты негізі. Мысалы ана тоқты кабель келіп қалса, қызылға қызыл, көкке көкті жалғау керек қой негізі. Сол кезде жұмыс жасайды. А сен қызыл мен қызыл, көк пен көкті байлай алмайсың да. Екеуі наоборот болады, сол кезде нәтижесінде плюс пен минус тиіп жанып кетеді деген сияқты. Сол айтқандай жаңағыдай жұмыс жасамайды. Бәрі сәйкес келеді, былай. Сол кезде адам, яғни жеңіске жетеді. Мұғалім де мақсатына жетеді, оқушы да мақсатына жетеді. Сол сияқты бұл жерде сондай. Екі жақ адамдар сәйкес келген кезде 5 адамның ол дамып кетуі, ол случайность болуы мүмкін. Кейде ол 5 адамның танысы болуы мүмкін, мүмкіндігі шығып қалуы мүмкін. Ол мысалы пустой, қалтасыз, дымсыз келген адам ешқандай мүмкіндіксіз ол өзі көтеріліп кету керек. Бірақ мен бұл жерде кінәлайтыным оқушылар әдейі, жаңағы сен бала студенттер сияқты, потому что мен кінәлайтыным оларды да кінәлаймын. Олар жаңағы сабақ беріп жатқандар жаңағы кінәлі емес олар. Кінәсі бар шығар, бірақ осы жерде ол бизнестің несі бойынша олар кінәлі емес. Себебі дейді, курс қашан басталады, сабақ қашан басталады дейді. Мен саған қазір 10 күндік курс берем, дойшик, там ютубтан 10 күндік курс. Сен бірінші күні канал аштың, екінші күні видео түсіруді үйрендің, үшінші күні монтаждап үйрендің, тегті қоюды үйрендің. Сосын ең соңында бәрі затты үйретем, сосын сен тұрасында тастап кетесің. Бүгін сабақ бітті досик, бүгін 10-шы күн ақша шығаруды үйретем, ақша шығарып былай шығар. Енді сен бас айтқан кезде маған келіп айтасың, Асеке, сен сабағың вообще пайдасы тимеді ғой маған. Жоқ, сабақ енді басталды. Менің алдымнан кетесің сен, сабақ сол кезде басталды. Сендер қалай сонда сабақ басталатын кезде тастап кетесіңдер ме? Онда сабақ, онда сен қайталайсың, артқа түсесің да, қайттан ұрасың басынан. Канал ашасың күнде, видео түсіресің, басынды жарт етесің. Кәдімгідей шарт етіп, миыңды ойланып, ары бері ізденіп, тіміскіленіп, оңай келмейді. Жер бетінде неге байлар аз, кедейлер көп?
Неге? Бірақ баюдың жолдарын көбісі біледі. Бірақ сонда да байлар аз. Мүмкін істемейді шығар. Жоқ, өзі көтерілген. Тастап қояды адамдар. Бір-екі қиындық. Иә. Көптеген сен әншілерді, көптеген спортсмендерді, көптеген рэперлер, байларды көріңіздерші, ар жақтағы өмірін көріңіздер. Бер жағын қарамаңдар, оның ар жағын көріңіздер. Не істеді олар? Қаншалықты, мысалы, Майкл Джорданның қаншама очкосы аз болғаны. Очко деген ол баскетболда, кәдімгі гол деген сияқты очко деп айтады оларды. Мысалы, қаншама адамдар қиыншылықта жүреді. Ол бері қарай жеткендері, қаншама до конца тұрып жетпей кеткендер көп. Сендерге тек бер жағына көрінеді. Ар жағы вообще көрінбейді оның. Ол миллионнан бір болуы мүмкін. Бірақ енді бұны айтуға болмайды ондай адамдар. Неге білесіңдер ма? Неге? Потому что олар тастап қояды. Қайда маған миллионнан бір? Мына жерде тұр мысалы. 100 адам тұр. Бір алаңда. 100 адамның ішінде біреу құтылады дейді. Явно сен мен емес деп ойлайсың, дұрыс па? Өзіңді ызық қоясың дейсіз ғой. Иә. Түсінікті. Көрдің ба? Иә. Мәселесі сол да. Так что ол адамға бірінші анализ, менің айтатын нәрсе, айналаны зерттеу керек. Өмірде успешность әкелетін нәрсе айналаны зерттеу. Көрдің ба? Айналаны қатты зерттеу керек. Аналитика. Кім доспен кіммен дос болу керек, кіммен араласу керек, не істеу керек, нені істемеу керек, нені оқу керек, нені оқымау керек. А то адамдар көбісі айтады да, кітап оқу керек дейді. О, кітап оқысаң керемет боласың. Иә, кітап оқысаң керемет боласың. Уақытың болса оқисың. Қайда оқисың кітапты? Сенен нәтиже шығу керек. Нәтиже қай кезде шығады? Нәтиже сен айналаңды зерттеп барып, іске кіріскен кезде. Көбісі айтады, кітап оқы, действовать ет деп қояды. Жоқ. Сен айналаны зерте, содан кейін барып шешім қабылда. Егер соны сен дұрыс деп дұрысқа жақын болса, себебі сен де адам баласың, алдағыда не болатынын білмейсің. Дұрысқа жақын болады деп барып, ойланып барып, сен іске кірісетін болсаң, онда сенен жақсы нәтиже шығуға көп шанс бар. Мәселе сода болып тұр. Енді мысалы өткенде маған біреу хабарласады, мен курс алғым келіп тұр, бірдеме деген блогер дейді. Қандай блогер? Анандай мынандай атын айтпай ақ қояйын, танымал. Курс сатып жатыр дейді. Мен Вайнер дейді. Вайнер қайдағы курс дедім да ол. Ол Вайн туралы курс тұрса түсінем, Вайн туралы. Адамдарға мынандай күлдіруге болады. Өзінің бір алгоритмін, өзінің курсын жасап шығарса, маманымен. Сөйтсем ол Wildberries бар оны? Wildberries деп айтам ба? Wildberries бар кәдімгі. Amazonның копиясы. Жалпы сол интернет-магазин деп айтайыншы. Соның курсын сатып жатыр екен. Мен таң қалдым. Ты че, не айтып жатсың дедім. Алайын деп жатырмын соның курсын дейді. Неге алып жатсың? Оның вайнері болған үшін аласың ба? Одан вайнды үйрен сен, одан Wildberriesті үйрен бе одан? Мен сенің курс сатып алатыныңа қарсы емеспін, бірақ сен кімнен сатып алатыныңды сөйтсем, мен айттым, қоя сал дедім. Сосын біреуін көрдім, 2 миллион теңге салған, айдалғанда ең соңында вообще құрыған анау, ипін аштырған, бәле болған. Қазір ипін ашу да қиын, жабу да қиын, бәлені ашу оңай, жабу қиын. Қазір көрдік та өзім басымда бұрындар. Сөйтіп бір кезде 2 миллион теңгенің товар алған, кеткен, бармай қалған, хайбай пайда болған, склад анау деген, склады дұрыс жеткізбеген. Мен айттым, сен білейін дедім, мен анаған ашуландым. Маған бәрібір как-то дедім, өзіңе сол керек. Ойланбасаң сол, таяқ саған тиеді, сабақ ал бірақ. 2 миллион далаға кетпесінші хотя бы. Сосын мен айттым оған, 2 миллионмен білесің ба не істеуге болады дедім. 2 миллионмен сен телефон аласың дедім. Біріншіден жақсы телефон аласың, iPhone. 1 миллионға, 1 лямға телефон аласың, iPhone. Алмай ақ қойшы жарайды 1 лямға. Бар телефонмен қалтаңнан шығар да. Бір контенттерді көріп, соны қазақшаға аударып, қазақ тілінде. Бесплатный жерлерден видеоларды алып, YouTube канал ашып салшы. Істеп көрші өзің. Өзі жаңа не? Бір қарапайым жұмыста істейді. Қарапайым демей ақ қойын енді. Жұмыста істейді. Заводта ма? Сол жерде жұмыс жасайды екен, жаңа печенье заводта жұмыс жасайтын. Кәдімгі жігіт та, адам да. Қарапайым қазақтың семьясында жүрген адам, бала, жігіт десек те болады. Жасы 30-ға толмаған жігіт қойдым. Жасын ұмытып отырмын ғой. Жақсы танысым өз. Сөйтіп те келіп, маған айтады, осындай 2 миллионың кетіп қалды. Сен YouTube каналында ғана бір видеоны көрдім дейді да.
қате болып кетті, ана мынау бір нәрсе кредит алып едім дейді да. Саған 1 миллион кредит алған, 1 миллион қарызға алған біреуден. Каспийден 1 миллион кредит алып. Сөйтіп сосын мен анаған қарап, білейін дедім, мен айттым. Кішкене ойлансай дедім да, сен жасың вроде 16-17 жастағы да бала емессің. Сөйтсе ана біреудің спикердің әдемілі, ойбай, ана қылсаң мынау қылам, байтып жібере, мүмкіндігіңді жібер. Мен де айта аламын ондай сөздерді. Мен айтқанда тасын шығарам. Ойбай, бұл саған мүмкіндік, өмірінде кеп тұрған, сен оны жіберіп алма. Әдеттегідей қашанғы сен біреуге жұмыс істеп жүре бересің. Басың істемесе, сен адам біреуге жұмыс істеу ол бас істемегендіктен емес, шара жоқтықтан. Амал жоқтықтан дейсің. Разве менің басым қатты істей ма не? Жоқ, мен осындай ойланумен келдім, аналитика жасаумен келдім. Мен туылған кезде бәрі сияқты туылдым, бәрі. Мысалы, ютубта мен біліп туылған жоқпын. Мен басқа бизнес жайлы айтып отқан жоқпын. Мысалы, әлемдегі Илон Маск туылған кезде қалай пайда болды? Ол туылған кезде бала болды. Бірге бірді қоса алмайтын ол. Бәріміз сияқты. Бірақ просто оның жолына сондай нәрселермен, ол сол жолдармен жүрді, үйренетін жолдармен. Бәріміз де үйренетін жолдармен жүруіміз керек. Іздеп табуымыз керек, жоқ болса. Осы елде болмаса, басқа елде табуымыз керек. Қазақ тілінде ол туралы білім болмаса, сен ағылшын тілінде. Менің жалпы айтатыным, ағылшын тіліне талпыныңдар, сол жаққа деліңдер. Білейін, мен дато бұрыннан білемін мен ағылшынша кішкене, бірақ түсіне бастап, қазір носительдердің тілдерін түсіне бастаған кезде, олардың интервьюлерін, жалпы Американың жұлдыздарының, селебритиларының өмірлерін түсіне бастаған кезде мен вообще өмірге көзқарасым өзгерді. Біздің мына СНГ-дағы тема там вообще жер мен көктей да, айтайын. Сіздерге айтатыным сол. Ағылшын тіліне жақын болыңдаршы, онда батыс Америка, вот именно Еуропа емес, Америкаға жақын болыңдаршы. Мен вообще таңғалдым аналарға ше, қалай вообще? Действительно Америкада айтатындай бар. Иә. Сөйтсем анау кредит алған жағдай жоқ, енді төлеп жүр. Мен айттым, 2 миллион теңге сен не істеп жатсың дедім. Сөйтсе анау адам жаңағы вебинарында ойбай етіп жүреміз, бүйтіп жүреміз, біреулерді көрсетті дейді. Ой, мен кәдімгідей ойламай көзім жұмылып қалды дейді анан ше, кәдімгідей. Мен анандай, какой-то 18 жастағы қыз, студент қыз, айына 1,5 миллион тауып отыр осы Wildberries арқылы дегенге мен басым, мен 18 жастағы қыз тапсам, мен смело табам, мен 2 миллион табам, мен 3 миллион, сондай ой келіп, басым істемей жатпай тұрмай, сол ойланып 1-2 күн бойы бас қатып, ана біреу айтқандай, сол кезде бір не қылып жүргеніміз бар енді деп. Кіріп кеткеніміз артына қарайды екен сияқты сөзді айтады ғой, кіріп кеткеніміз бір сондай бір бәлеге деп баяғы сөздер бар. Сондай жағдай болып қалғанда сөйтіп кредитке кірген, кредитін төлеп жатыр, қазір жұмыс істейді. Wildberries далада қалған. Жоқ, анау болмағанда мынау болатын еді, мынау болмағанда анау андай болып қалды да, мынандай болып қайтты деген әңгімелер айта береді да. Ол бизнес емес, Не ол 2 миллионды тығып жүріп сразу. Енді 2 миллионды сен өмір бойы төлейсің енді. Өмір бойы 2 миллион, 2 жылың, 3 жылың кетіп қалады. Әйел айқалаған, одан кейін оған. Бала шаға қиын болып қалған сөйтіп. Конечно, жынданып кетесің, айтпаған ғой. Расымен де ютубқа салса біраз. ютубқа сал деп айтпаймын. ютуб алмайды сенен ол ақшаны. Не қылсын, салатын жер жоқ ютубтың. Тек рекламаға алу мүмкін, бірақ ондай контент керек емес пока. Рекламаға салуға болатын ше. Иә. Ютубтың салатын жері жоқ, сен барасында. Мен айттым, қалтаңдағы телефонды шығаршы деп көрсеттім. Телефон бар екен. Дисплей сынып қалған телефон екен. Сынғанда шеті сынған енді. Оппа ма, иксе алмаймын. Оппа қойдым. Сондай бір телефон. Где-то бір новый бір 100 000 теңге тұратын телефон. Иә. Сөйтіп телефонды алшы дедім, андроид қой енді. Қарасам, осы телефонмен дедім, алдымды берші маған дедім. Мына телефон қанша теңге тұрады дейді. Білмеймін, алдым 100 000 теңгеге алдық дейді. Рассрочкаға алған. 95 000 ба, 100 000 теңгеге алған. Сөйтіп қазір білмеймін қанша тұратын деді. Мына телефонмен дедім, камерасы бар ма десем, иә, бар ғой камерасы дейді. Мен біліп тұрмын, иә, бар екен деді. Айтып өтім. Камерасы бар ма десем, иә, камерасы. Осымен монтаждай аласың ба дедім. Тегін приложениялар бар. Жоқ дейді. Монтаждай аласың сен дедім. Мен маған қарашы дедім. Мен танисың ғой баяғыдан бері дедім ба? Сабақты 2 оқыған баламын ғой мен деген. 3-те алгебраны әлі бөліп білмеймін даже. Мен программист болдым солай. Университет оқыған жоқпын. Маған керек жоқ олардың. Керек жоқ емес, бірақ керек. Мен оған солай айтып жатырмын. Ол ойлансын деп. Білім керек. Бірақ смотря қай кезде қандай білім керек.
дұрыс па? Иә. Керек нәрсенің керегі бар, бірақ уақытымен керек болады бір нәрсе. Қазір үйренуің керек, кейіннен үйренген не пайда деген сияқты, әртүрлі нәрсе. Иә, қазірден бастап аналитика жасап жатыр. Сол үшін де жан-жақты зерттеумен біле, не керек, не керек емес, немесе қазір керек, немесе қазір керек емес па, соны ажырата білуің керексің. Мысалы айтады ғой, 4-ке бөліп тұрып айтады. Самый срочный нәрселер бар, істейтін қазір, и важный нәрсе дейді. Тез істеу керек, и маңызды істеу керек. Тез бен маңыздының арасы. Тез істейтін нәрселер бар, маңызды, яғни. Тез істейтін нәрсе, бірақ маңызы жоқ. Маңызды нәрсе, бірақ тез істемеу керек. Тез істемесең де болады, маңызды да емес деген сияқты. Оны осы 4 нәрсемен арқылы бөліп алып жасасаң болады. Ол бұрыннан бизнесмендердің де сөздері бар ғой, бұл туралы. Жалпы содан кейін мен айттым, YouTube-тың темасында. Ол біраз уақыт болған оқиға. Жаздан алдым болды. Мамырдың кезінде ойдым шатаспасам. Сөйтеді ол бала не істейді? Ол жігіт та енді, бала, жігіт та. Бала дей берейінші енді. Сөйтеді телефоннан маған күнде звондайды. Ананы істей алмай жатырмын. YouTube-та енді ананы айттым енді. Ол қорқып қалған адамдардың әдемі сөзінен. Маған вебинары құрсын. Инфобизнес, сиган, миган бір нәрсе басым қатты. Үйде абырой қалмай қалды. Тупой болдым да қалдым дейді да. Бұл қаншама қазақтың семьясында болып жатқан жағдай. Әркім семьясында проблеманы үйінде ұстайды көбісі. Бірақ сол жағдай памперске ақша таппай отқан адамдар времянкіде тұрып сондай қораға кіріп кеткен. Сосын бір күні айттым, осындай болды. Сөйтсем ол канал ашыпты. YouTube канал ашып түсіндірді. Мен әшейін айта салғам, космос жайлы түсір, орыстардың ағылшынша білмейді ғой енді ол. Орысша біледі, жақсы білмейді, бірақ түсінеді. Сөйтіп дәптерге жазып ол, ана телефонымен дәптерге жазып бір видеолар жасапты андай. Болады ғой андай. Мысалы, Қытайдың бір нәрсе оқиғалары, жаңағыдай. Ең әлемдегі 10 бір нәрсе, бай футболист, соны сіздер жасапты. Мен оны айтқам, осындай нәрселерді просто так көрсете салам. Соны жасасам, бұл 2 айдан кейін звондайды маған. Асеке, отырайық дейді. Не отырайық? Мен ұмытып кеткен ғой, жұмыста жүреміз көп, араласпаймыз бұрынғыдай. Отырайық дейді. Не болды десем, риза, от души дейді да. Кешеш дейді. Шашликке отырамыз, мынау там. Мен түсінбедім жота не болып жатқанын ше. Кездеспегелі көп болды. Непонятно дейсіз ғой. Уақыт болса барам дедім мен. Сөйтіп күндердің күнінде бір аптадан кейін уақыт болғанда звондап қалдым соның несіне барған кезде. Үй жағына барған кезде. Сосын айтты, осылай, мен кеп тұр едім деді. Болды, барам қазір, барам деді. Мен түсінбей қалдым. Обычно ол маған ондай, жалпы айтқанда мен ренжімеймін ешкімге. Көп адам сразу уақыт бөле алмайды саған. Мен осы кезде уақытым қысқа еді, мынау там демалыс болғанда кезде деп сөйтіп жағдайын айтады. Кейін қалды. Дұрыс. Ол қазір барам, күте тұр деді. Родной, ассалаумалейкум, мынау келді бір кезде. Родной, ассалаумалейкум. Ё-моё, базар жоқ, қаяқта жүрсің баяғыдан бері, не болды десем айтады. $123 шығарды деп мәз болып тұр анау. 2 ай ма, 3 ай ма білмеймін, содан кейін 2 ай ма, 3 ай ма білмеймін. Сол мен кездескеннен кейін жаздың аяғы шатаспасам. YouTube-тан ба? Августта $123 шығарыпты анау. Сөйтсем үйге барсам, үйге әйелім риза, мынау, короче. Молодец, анау мақтады дейді енді. Мамам мақтады дейді үйде. Үйде отырып ақша тауып алған ма разве деп. Әйелім шықты дейді. Сен үйде отырып ақша тауып, сенген жоқ дейді. Даты ана Каспийін жалғап қойған ғой. Сөйтіп ол ізденген, маған жазды, мен көбінесе олай жауап бермедім оған ше. Бір нәрсе, мынау үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, 3-4 рет жазды ше. Мен кейде уақыт болмай қалады да, жауап бере алмай қалам. Бір Инстаграмнан жазды, оқымай жүрдім, мынау сөйтіп білмеймін, өзі істеп үйреніп әйтеуір. Сөйттім де бір кезде жаңағындай видеолар жасап $123 түсті дейді да. Ол әлі несіне түспеген ғой жаңағындай. Қалай айтсам екен? Картасына түспеген. $123 түскенде андай неге жиналған да? YouTube AdSense-қа ше? Айға бөлініп тұрады ғой былай. Сөйтсем жаңағы $123 түсті дейді. Шығаралам қоя дейді. Соны айтқысы келіп жүр маған. Қалай шығаруға болады дейді. Сөйтіп пин-код деген кетті дейді. Пин-кодқа шейін біліп алған ғой уже. Пин-код Қазақстанға жібердік деп келді YouTube-тың андай хат келді дейді. Пин-код келмеген бірақ. Сөйтіп енді сол карта жалғау керек болып жатыр дейді да.
каспиде жалғау керек. Действительно рас екен, ол бір балдар айтты анау мынау сұрағаным адамдардан дейді, бірақ жинаулы тұр ақша деді. Сөйттім де бір кезде мен просто айта салғам оған негізі, бірақ көмектестің анау мына үйдегілер кәдімгідей $123 көп ақша емес қой енді. Көп ақша емес дегенде қалай енді? Адамдар ренжитін жер көп ақша емес дейтін болса, бір 50-60 мың теңге ғой. Иә, әркімге әртүрлі ақша енді, бірақ жалпы айтқанда зарплата сияқты емес. Семьяны баға алмайсың дегендей. Өзінің қара басыңа да жетпейді. Жалпы сондай не қылған кезінде сол $23 сол кезде курс 480 болды ма, 478 болды. Сөйтіп шығарған ақшаны. Неге оценкасына түскен, сөйтсем жақында ешқандай пин-код келмепті оған. Жақында болғанда 4 аптадан кейін болды ғой деймін сол. Августтың кезі, қазір ноябрь. Иә, осыдан 1 апта бұрын хабарласты. Маған пин-код келген жоқ ешқандай деді. Сосын? Жоқ, октябрьде хабарласты. Октябрьдің 20-ларында. Примерно осыдан 1 ай бұрын хабарласты маған. Сосын айтты, осылай пин-код келген жоқ. Сосын мен айттым, давай логин пароль жібер, мен саған қазір ашып берем дедім. 3 рет жібердің ба дедім. Иә, 3 рет мен отправитті бастым деді. Енді кейбір адамдар түсінбей жатқан шығар. Енді жалпы карточканы жалғағысы келіп мен сөйттім де, оның паспортын жібер дедім. Паспортын жіберді, мен логин паролінен кіріп, сөйтсем картасын жалғадым. Сөйтіп октябрьдің 26-ларында $123 түсіп ризамын енді. Кәдімгідей шок бар ғой. Болды, все, ютубпен айналысам дейді. Мен енді аналитикасына кіріп көрсем, ана неше түрлі нәрселерді істеген, бастапқы видеолары, просмотрлары өтпеген, бірақ тоқтамаған да, көрдің ба? Тоқтамаған ол. Сөйтсем соңғы видеолары өте әдемі шыққан кәдімгідей. Анаған таң қалдым. Қара жұмыс істеп жүрген адам заводта. Қарайды ет печенье заводта. Стима, грузчик па бір бәле, или завод печенье. Сондай, короче. Қарапайым жұмысшы. Қайда ол сөз құрастырып, бастапқыларын көрдім, бастапқысын қарадым, и соңғы видеоларын қарадым. Әжептәуір просмотрлар болған. Содан кейін ақшасын алды ол. Қазір енді контентпен айналысып отыр. Хабарласып тұрады маған. Әрине мен көп уақыт жауап бере бермеймін. Осы процестерде мен осындай жағдайларды көріп жатырмын мен. Енді келіп алып 300 мың, 500 мыңның курсына қалай енді адамдар қатысады содан айтшы. Қандай уақыт бұл қазір? Шынымен де уақыт қымбат негізі. Уақыт қымбат, сол үшін де уақыттың қымбат, еще сен ақшаңды бересің, еще уақытыңды бересің. Еще сен сеніміңді бересің оған. Иә. Жалпы айтқан кезде менің айтатыным, енді сұраққа жауап беріп кетсем, курсқа қатысқанда ойланып қатысу керек. Ақша керек, біріншіден кеш керек, көбірек ақша керек. Себебі сенің бәрің ақша тұрады. Жалпы айтқаным сол, мықты адам болса, әрине білетін адам болса қатысқан дұрыс, бірақ уверен болсаң. Сол үшін де жаңағы қандай адам болсаңыздар да айналаны көп зерттеңдер, салыстырыңдар. Анау не, мынау не, нені істеу керек, нені істемеу керек. Істейтін затты қазір істеу керек пе, потом істеу керек. Қазір не істеу керек, кейін не істеу керек. Соның барлығын біз шешіп білуіміз керек. Ол бас қатыратын мүмкін емес, шешілмейтін проблема емес. Ол шешілмейтін ой емес, ол шешіледі. Оны сол үшін де жаңағыдай зерттеумен болу керек. Потому что сенің бұл өмірің басың тігіліп тұр ол жерде. Уақытың тігіліп тұр, ақшаң тігіліп тұр ол жерде. Адамдар сенен сенен ақша алса болды. Өтірік мақтап сенен ақша. Ойбай, сізден керемет шығады, сіз мықтысыз, 18 жастағы бала алды, сіз не қарап тұрсыз? Мен сенің байығанды қалаймын. Сіз байып кетсеңіз маған жақсы деді. Қалай саған жақсы? Сетевой маркетинг сияқты ма? Грамотный түрде сол сетевой маркетингтің қазір эволюционный дамыған түрі. Ол 2000 жылы 2010-ға шейін келді сетевой маркетинг. Ой, сен керемет команда, маманда ма, менің артыма тұр кел, бір бәле. Вот сондай да. Так что қазір ақмақ болатын заман емес. Көп зертте, көп ойлан, көп біл. Барлығы есеппен болсын. Көз алдыңа процентті бөліп тұста. Менің ойымша, мынау өзім не үшін мына нәрсені істеуім керекпін деген кезде өзің зертте. Потому что мынаны жасаймын, өйткенде мынаның пайда келді. Мынаны істемеу керек деген кезде көз алдында тұрсын бәрі, таразы тұрсын көз алдында. Қайсысы таразы басады математикамен. Мынаны қазір істейтін болсам, оның мынандай артықшылықтары бар. Қазір мынаны істемейтін болсам, мынаның минус не бар. Сол үшін бұны тастаймын. Сондай бір факттармен, дәлелдермен, математикамен, анада 1 плюс, мынада 2 минус деген сияқты зерттеумен келіп, сен шешім қабылдайтын боласың. Мәселе осы. Болды. Ешқандай проблема керек жоқ. Оған гений, ақылды, 25 кітап оқып тастаған, 50 кітап, 50 қандай Уоррен Баффет тағым, богатый папа, Кийосаки, бәрін оқып, кітап оқи берудің уақытымыз жоқ ол, кітап оқып, жатып алып кітап оқитын.
зерттейміз, аналитика жасаймыз, зерттейміз, таразыны қоямыз көз алдымызға, нені істеу керек, нені істемеу керек. Әрекет жасаймыз. Қай жағынан ақша көп пайдалы тез түседі, соны істейміз. Қай жағынан ақша көп пайдалы түспейді тез, соны тастаймыз. И іске кірісеміз. Уверен болсаң. Сенімді, немесе дұрыс екенін білесің, немесе шындық екенін білесің, дұрысқа жақындау болғанның өзі вариант содан басқа таппаған кезде сонымен жүресің. Мысалы, мен қазір ютубта айтып отырмын ғой, саған уже сондай ой келді. Саған дәлел келіп тұр. Асекең маған осы затты айтып отыр. Миым сене бастайды мен. Потому что ол менен ақша сұраған жоқ. Оған не пайда деп ойланып қаласың да? Сол кезде саған шындықты келеді. Оппана. Соңында келіп, енді менің курсымды ал десең, сен оппана ойланасың. Білейін, а? Соншама бағадан бері айтып, курсты ал деген несі бұның деп. Онда қалай үйлеспей қалды ғой әңгімес. Жаңағы бала өзін өзі көтерілетін болса, заводта жүрген қарапайым жұмысшы. Ал маған ол келіп, өзі көтеріліп кетті. Енді сол жолды мен саған курспен үйретемін деп атсам, сен маған демал деп айта бер. Сен жаңағы қарапайым жұмысшы бала көтерілетін болса, мен де көтермеймін ба сөйтіп дейсің? Көрдің ба? Иә. Өстіп кетіп тұрып, мен сені қыздырып тұрам да, курсты лақтырып жіберемін. Сен тұрасың да, сен егер ақылды болсаң, ана бала сияқты көтерілуім керекпін. Егер сен ақылың жетпесе, ақымақ демей ақ қояйын, ақылың жетпесе, сен менің айтқаныма еріп кетесің. Дұрыс айтасың. Қанша тұрады, үйренейін да курсын 20 мың, 100 мың ба, 200 мың ба, мә кредит аламын, мә қойып беремін. Рассрочка мә деп. Қазақстанда байытып отқан көп нелердің бірі Каспий ғой, братан. Каспий ғой, иә. Саудалардың өтпей жатқан саудасын жүргізіп, кім жеңіліп білесің ба ең соңында? Халқы жеңіледі одан. Керек емес наушник, керек емес коврик. Керек, бірақ қазір керек емес. Сенде ақша болса бәрі керек. Ақшаң жоқ болса, ешнәрсе керек емес деген сөз бар да, былай айтсаң. Иә. Сол үшін де соған айтатын. Жақсылап тыңдап, зерттеп, қарап, тағы қандай сұрақ бар? Ешқандай сұрағым жоқ. Бұл әңгімеден бір өте маңызды бір ой түйдім, жалпы айтсам. Бұл өте керемет сұхбат болды. Енді ойланып істейтін боламын сіздің осы сұхбаттан кейін. Дұрыс. Ойланып, аналитика жасап. Сен жасыңа қарама, мен жасым кішкентай, мен ақымақпын деген. Бізде сондай понятие бар, жасың кішкентай болса, мен ақымақ болуым керекпін. Жоқ. Ақылды болуға да болады 15 жаста да. Просто ойлана бер да. Дұрыс ойлан да, пайдалы ойлан. Дамумен келеді адам. Жалпы сол.